Тараз қаласының бас жоспары 2040 жылға дейін әзірленуде. Жоспарға сәйкес Жамбыл ауданынан 3 елді мекен, Байзақ ауданынан 11 елді мекен шаһар құрамына қосылмақ. Бұл туралы бүгін қала әкімі Бақытжан Орынбеков брифингте айтты. Бұдан өзге не айтылды? Сюжет көріңіз. Қаланың бас жоспары негізгі 3 бағыттан тұрады. Негізгі 3 бағыттан тұрады. Біріншісі қала инфрақұрылымын дамыту. Екінші бағытымыз қала тұрғындарын тұрғын үймен, жер учаскелерімен қамтамасыз ету. Жаңа мөлтек аудандарды салу. Үшінші бұл экологиялық бағыт. Қаланың батысында көп қабатты тұрғын үйлер салуға мүмкіншілік жоқ. Сондықтан қаланың негізгі дамуы қаланың шығысына бағытталып отыр. Әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші бойынша өнеркәсіп саласында 295,6 миллиард теңгеге өнім өндіріліп, нақты индекс көлемі 107,3%. Ауыл шаруашылығында 2,9 миллиард теңгенің өнім өндіріліп, көлем индексі 100%-ды құраған. Биыл жол жөндеу қарқыны былтырғы жылмен салыстырғанда 4 есеге өскен. Яғни 116 көше мен бұрылыстар 3,7 миллиард теңгеге жөнделген. Автомобиль жолдарының өткізу қабілеттігін арттыру мақсатында біз қайта жаңғырту, реконструкция жұмыстарын бастадық. Былтыр Ташкентская көшесі қайта жаңғырту, Ташкентская көшесі жаңғыртудан өтсе, биыл Мамбет Батыр көшесінің қайта жаңғырту жұмыстары қазір аяқталды. Екінші, мынау Шестакович, Сағарақ Батыр көшелері қайта жаңғыртудан өтіп жатыр. Егер ауа райы мүмкіншілік берсе, жыл соңына дейін сол 240 көшенің 160 көшесін биыл толық жұмыстарын бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар жыл аяғына дейін қалаға 60 автобус келеді. Айтпақшы, қала әкімі аспалы көпірдің құрылысы 2024 жылы басталатынын айтты. Осы екі көпірдің жобалық сметалық құжаттамалары дайындалып жатыр. Оның біріншісі мынау Абай көшесінің соңындағы Залиния ауданымен байланыстыратын көпірдің жобалық сметалық құжаттамалары жыл соңына дейін жұмыстар аяқталады. 24 жылы біз сол көпірдің құрылысын бастауды жоспарлап отырмыз. Екінші жоба жоспарға сәйкес барлығы дұрыс болып жатса, 24 жылдың екінші жарты жылдығында екінші көпірдің құрылысын бастауды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Таразда 32,2 миллиард теңгені құрайтын 6 инвестициялық жоба іске асыру жоспарлануда. Демек, 884 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Жиын соңында қала әкіміне қойылған сұрақтардың басым бөлігі шаһарды абаттандыруға қатысты болды. Қала әкімі аталған түйткілдер ескерусіз қалмайтынын жеткізді. Және жауапты мамандарға проблеманы шешу жөнінде тиісті тапсырмалар жүктейтінін айтты.